Нағыз ұбт-да келетін сұрақтардың бірін талдайық. Алдымызда бізде қыпшақтар туралы жайлы дұрыс дәйекті анықта деп тұр. Қайсысы дұрыс осылардың ішінде, соны анықтап кетейік. Бірінші қыпшақтар бастапқыда оғыздарға тәуелді болды. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс емес, алғашында бастапқыда қыпшақтар қимақтарға тәуелді болған болатын. Сол себепті дұрыс емес. Қыпшақтар қимақ мемлекеттің шығыс қанатын құрады. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Шығыс қанатын. Бұл да дұрыс емес, өйткені керісінше олар батыс қанатын құраған болатын. Қыпшақтар алғаш рет 13 ғасырда атала бастады. Бұл да дұрыс емес, қыпшақтар туралы деректер уже 8 ғасырлардан бастап, оның алдында тіпті 6 ғасырларда да атаулар бар. Сол себепті де дұрыс емес. Ал мұнда дұрыс дәйек, қыпшақтар 11 ғасырда Ертістен Еділге дейінгі аймақтарды иеленді. Уже 11 ғасырда Қыпшақ хандығы ретінде құрылған болатын. Осындай үлкен аймақтарда. С жауабы как раз келеді осында. Белгілеп алыңыздар. Осындай қызықты өте маңызды ұбт сұрақтарын талдап және көргің келсе, менің парақшама жазыл және комментке өз жауаптарыңды, өз пікіріңді жазып кетсең болады.